Бәріңізге сәлем достар. Бүгін сіздерге ең дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сырникидің рецептісін ұсынамын. Бұл сырники ең бірінші дайындағаннан-ақ өте керемет болып шығады. Сырникиді дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер. Ең басты ингредиент бұл сүзбе, одан кейін бір жұмыртқа, ұн және де қант қажет болады. Сырникиді дайындау алдында сүзбеге өте қатты мән беріңіз, себебі сүзбелеріңіз құрғақ болуы қажет. Егер құрғақ емес ылғалды болған жағдайда, оған көп ұн салуға тура келеді. Көп ұн салғандықтан сырникиіміз қатты болып кетуі әбден мүмкін. Ең алдымен сүзбемізге қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде түйіршіктелген сүзбе болатын болса, блендермен езіп алғандарыңыз жөн. Сүзбемен қантты араластырып болғаннан кейін, үстіне жұмыртқамызды қосып, тағы да білет жақсылап араластырып шығамыз. Сырникиға қажетті ингредиенттердің нақты құрамын описаниядан таба аласыздар. Енді үстіне ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстелдің үстіне осылай ұн сеуіп қоямыз. Одан кейін қасықпен осылай сырникиді алып, ұнның үстіне салып, осылай дөңгелек формасына келтіріп сырники жасаймыз. Менде шамамен 15-20 шақты сырники шықты. Сырникидің үлкендігі бір ас қасықпен тең. Мен сырникидің биіктігін үлкен қылмаймын, керісінше биіктігін кішкентай қылып, диаметрін үлкендеу қылғанды жақсы көремін. Сол кезде сырникиларымыз тез піседі. Сырникиларды пісіру үшін табаға кішкене май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін барып, сырникиларымызды салып, екі жағынан қуырып, қаппағын жауып пісіреміз. Міне сырникиларымыз дайын. Егер сіздерге бұл видеом ұнаған болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта тағы да осындай керемет видеолар шығатын болады.